I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз жалпы воскресенье күнінде, то есть жазырықтың воскресенье күнін әрбір оқушының және өстін. Жалпы кеше ғана мен биологиядан тапсырған едім, ужасно. Тарихтан тапсырмай қалдым. Биологиядан қадалып қалып, оны алып қалдым. Жалпы жақсы бал алып жүрген адаммын. Ол өте регресс болып кетті қатты менде. Поэтому, өзімді қолға алып, бұдан кеткен басқаларды шығарып, воскресенье күнімді барынша продуктивно өткізгім келеді. Планға қойдым бүгінге. Енді қазір мен бірінші задачам кітап оқу. Достар, мен кітап оқып болдым. Енді мен қазір MC-дан конспект жазып жүремін. Кстати, мен қыз жасаған жоқпын, қыз жасап тастау керек. Достар, мен химиядан қатемен жұмыс жасап болдым. Жалпы химиядан 19,5 алған едім, 0,5 қате етті. Соны дұрыстап жүрдім, қыз жасаған. Оны салып кеттім. Енді MC-ден жазам, одан 2 қате. Мен MC-ден конспект жазып бітірдім. Енді мен нұсқалдаймын. Нұсқалдау дегенде мен аутодан нұсқасы талдайып шығамын. Бірақ та аутодан нұсқасы обновлять етпей жатыр, мен кірген сайын. Сол түсінбеймін мен үшін қалай дегенде именно биология мен тарихты. Өйткені сол. Екіде құрылады, 552 жылы. Олар Мен үшке бірінші записьте таңғы сағын қарадым. Енді бұйырса ертең тағы біреуін қараймын. Тек қана үшеу өркен таңғы сағын, солардың бәрі қайталап жіберіп отырсам. Сол, қазір мен эфир көрейін деп жатырмын. То есть эфирда мен биологияны қайталаймын енді. Бірақ та биологияны бастамастан бұрын, наверное, биологияны бастап кетeceğim. Мен ойлаптым. Өйткені 6 сабақ, 6 сабақтың жұмыс істеп жазып келемін. Достар, мен қазір жұмыс істеп жазып жатырмын, жатып алып. Өйткені мен ана жерге отырамын деп мадам мен отырмын ғой, мысалы, сол белім ауырып кетті уже шаршап. Сол тұрып, диван қаратып жасын дедім. Бір жағынан удобно. Қазір кешке қарай біз қазір оқулықпен жұмыс ойпай, қосымша жұмысты жүз есеп шығарамыз. Сәлем достар, біз жүз есеп шығардық достармен. Міне. Ақылханға респект бол. Жүз есепті жазу шықты ерінбей. аура прям. Ура! Рахмет достар, бәрі тақат жатқан адамдарға. Қайырлы достар. Так, бүгін мен жалпы қазір сабақ бармай, то есть марапаттауға барам қалаға. Соған байланысты, возможно, мен соны телеграм каналда шығарым. Кейбір жерлерде қарап жүріңдер тіпті. Так, и осыған волка осы жүрчем. Кеше аса продуктивный жоқ күнім. Сол бүгін сол үшін барынша продуктивный тырысамын жасауға.
сабақтан келдім, сол жақта 5-ге дейін жүрдік. Ужас, қазір мен ПС-ға кіріп шықтым. Үйге не сразу ПС-ға кірдім, соны бітіріп, қазір шыққаннан кейін әйтеуір ужас болып жатыр. Блин, еще сыртта бар. Мен, кстати, автобуста сырт тапсырамын, соған автобуста тарихтан сырт тапсырып помощь алдым. Ужас, прям настроение нормально, но ауырып тұрған сияқтымын. Шаршап өте қатты. Қазір сырт тапсырып болғаннан кейін ұйықтайтын шығармын. Шаршап тұрмын жағынан. Екінші потокқа жақсы тіркелдім. Бірінші потоктан ауыстырып өйткені шаршап тұрдым жаман. Сол үшін ауыстырып болғаннан кейін ертең сабаққа бармай, сол сабақ өтіп или демаламын. Не знаю, жаман ауырып тұрмын. Достар, мен химияны сырт тапсырып болдым. 35-40 минут ішінде толықтай бітірдім. Пайда оңай болды, өткен органикамен жалпы жаттағандықтан, дайындалғандықтан жақсы болды. Мен соны жазып жіберемін, қанша балл алғанын. Сол жақсы тапсырдым, 15 деп тұрмын. Енді қазір уақыт аз болғандықтан уже кеш батты, где-то уже жақын қалды, 9-ға жақын қалды. Поэтому оның уақытында мен химиядан видео қарап тұрсам да, осы бірінші бөлім алкиндерді. Бұл сапта алкин мен алкадиендер оқымаймыз, достар. Оны оқимыз обязательно. Кітап оқимыз сондай. Төмен кіріңдер, еще бар, каналымыз бар, телеграм каналымыз бар. Сонда біз жалпы марафон өткізіп жатырық. Органика әрбір классын өтіп жатырық. Бір айдың ішінде бәрі алкандардың органиканың әрбір классын бір айдың ішінде өтеміз. Кіріңдер. Мен қазір оқиын жатырмын. Бастайық. Ресейлік ғалымдар Кенесарыны не деп сипаттайды? Бүлік шатшықалық дәуірдегі патша болған ондай бүлікшілік. Қалайсыздар достар, қайырлы таң. Достар, мен кеше жалпы Олимпиада барып көп марапаттауға барғанымызды мен жалпы дым үлгерген жоқпын кеше. Соған байланысты енді қазір жұмыс істеп келемін және тарихта ұстап жатырмын. Барынша үлгеріп тұрсам әрине бастадым. Менде 2 жалпы жұмыс істеп келе қалды, осыдан кейін бітірсем мынаны. Жалпы кеше мен конспект жазып еттім химиядан, соған байланысты қазір барынша үлгеріп тұрсам керекпін, потому что қиын болып жатыр қазір. Мен жаңа ғана ағаймен бірге қосымша тапсырма орындап тастадым. Қосымша дегенде алка дегендер туралы, жалпы осы апта ол туралы өтеміз. Сол өзім жетекші ағаймен мектептегі сонымен қосымша сабақ өткіздім, онлайн тема. Так, сосын сол арқылы мен алка дегендерді өтіп жүрмін күштетіп, енді алкиндерді жаттау керек. Егер осы бүгін қосымша сабақ істемесем, мен тарихтан толықтай жұмыс істеп бітірдім. Енді мен картамен жұмыс істесем қазір, сосын после этого, наверное, биологиямен жұмыс істеп бітірсем толықтай. И биология жұмыс істеп біткеннен кейін уже пысылар басталады, солай басталады. И бүгін жұптық жұмыс басталу керек. Мен кітап оқып перерыв жасап тамақ алдым. Енді екінші часть. Қазір мен тарихтан картамен жұмыс жасап, содан кейін биология жұмыс істеп бітіремін. Картамен жұмыс бітірдік, енді жұмыс істеп кеттік. Рүстем Әбілпейіс деп айттық балар, білдік. Сүтқұрлы бактериялар сүт құрамында қантпен қоректене отырып сүт жұмыс істейді. Деп жұптық жұмыс бітірдік, достар. Енді қазір ұйықтайтын шығармын, өйткені прям шаршап қалдым. Сәлем, мен сабақтан келдім. Енді қазір мен химиядан үй жұмыс, сосын кітап оқимын. Бірақ та қазір одан бұрын, химиядан үй жұмыстан бұрын кітап оқимын. Сабақтан келіп сразу тамақ болғаннан кейін, сразу марафонның 2-ші күн 10-ші күнін жалғастырудамын.
иә бәрі жақсы болады деп үміттемін, конечно. Уже телеграм каналға посттар сала бастадым, и уже бізде телеграм каналымызда, прикиньте, тек қана алдында ғана неше 50-ге жақын болған еді, қазір 113, өте керемет. Енді қазір биологияның өзінің принципе аккаунтымда 200-ден астам подписчик бар менің YouTube каналымда. Ол вообще миға қонымсыз. Өйткені алдыңғы мен жалпы где-то 50-ден аз ба сондай болды. Өте керемет. Достар, кіріңдер, басталып жатыр. Так, достар, кітапты толықтай талдадық, 97-37 бет органиканы толықтай талдадық. Алкин мен алкадиндерді ратын толықтай енді бітті. 1 сағат 10 минут, өте керемет. бейімделудің бір түрі типа ол былай ол ағза өзінің денесі. Достар, мен пысырдан шықтым. Енді мен ижу салатын бір жерден. Осыдан кейін уже неше 30 минуттен кейін мен уже жұптық жұмысқа кіремін. Жұптық жұмыстан кейін алкендерге байланысты видеосы қарайтын. Алкадиендер. Сәлем достар, бұл менің жобам Мирас. Біз кітап оқиын жатырмық. Сәлем. Толықтай кітап талдап жұптық жұмыс жасап болдық. Енді мен кеттім. Сәлем достар, мен мектептен келдім. Жалпы мен заказ берген едім Тимудан. Мен заказ бергенде осындай заттарды берген едім. Бұл жалпы атмосфера добавлять ететін өміріме. Ойбай, осындай лампа, осы қандай болса да андай әдемі етіп, бірақ сөйтіп істеп, өте керек. Мысалы видеолардың арттарында фонда қойын деуім. Осы, және де оның қасында қатты болған осындай лампочка. Сейчас сұрақ үйдің құрамында ең пайдалы бірі, қалын көрсетемін. Кеш батсын, тұрып шағып, поэтому оның бәрі көрінбейді. Сол, көрінеді дәрісін кешке берейік. Әмді қондырам қазір. Қызы беріп кетіп бәрі бастайды. И самый күшті гирлянда достар. Гирлянда, мынау батарейка жұмыс істейтін гирлянда. Осыны гирлянда достар. Маған отқа оны қазір толықтай мына жерге жабыстыра тұрсам, қыстырып, сондай лай деп барынша күшті салып, әдемі етіп жасап тұрсам. Сол, айтым келгенім. Результат көру үшін құтта күту керек болады. Құтта кешіп жатқаным. Сол кезде ұстап еттім, толықтай. Сондықтан айтындар есептері шықпаса, ауруында тұрған адам өледі дейді ғой, сондықтан жасырмаймыз. Сендер бүйтіп арамызды тоқта, ағай стоп деп, түсінбей жатырмын десеңдер айтамыз ғой, біз сендерге боқтап, жаманшылық айтпаймыз ғой, ішіне жинап жүрсек те. Сондықтан айтындар, алла. Жалпы новый декормен енді біне жасау керек. Көріп тұрғандай болса қойым декорымды. Және де осы жерде көрсетіп тұрғандай осы тек лампаны қосып тұрған жоқ. Лампа өзі жақсы жетті. Бана көргенімде. Жалпы мен бүгін особо көп сәт істеген жоқ. Шын айтамын, по факту надо говорить. Мен видеосақ до конца қараған жоқпын. Очень ужасно. Бірақ конспирация. Және де кітап оқыдым химиядан, одан база оқыдым, в принципе жаттадым кейбір заттарды. Енді үй жұмыс бітіріп тастадым химиядан, бірақ та ол дедлайн өтіп кеткен. Және де қазір, наверное, бір жалпы тек 2 зат қалды. Бүгін жасап тастаған бәрі заттар бітті, тек қана уақыт тұр. Ертеңгі сатуға дайындалу керек ше. Үй жұмыс бітіріп тастау керек қазір химия, биологиядан. Үй жұмыс бітіру керек қазір МС-дан, потому что МС-дан біршама үй жұмыстың бар, онда есептейді. Соны хотя бы жарты самандап сап, ертең бітіп сап, изи оқымайды. Сосын, не говорит тағы. Жалпы бүйтіп тұрғанда да прикольно екен. Бізде еще жалпы, мен жалпы көп нәрсе пландаған едім. Бірақ та особо көп зат үлеспей жатыр. Мысалы айтсақ, мына жерде
мен жалпы план бойынша теориялық жұмыс жасадым оны мында көп жақты істедім по идее химия үй жұмысын бастап мен ойдан бастап и псыларға қатыстым тарихтада да мынада қатыстым тарихтада и химияда қатыстым енді менде тек наверное анау болып тұрған шығар үй жұмыс бастау химиядан и үй жұмыс мсиден бастау екі қалды сосын фактория факт салып будет жасауға биологиядан сосын тарихтан қытай отырды мен таңдау керек кітап базалық биология более-менее биология базалық оқып кітап оқығанмын тарихта кітап оқыған жоқпын базалық оқыған жоқпын тек қана жүйе сақтың и мсиден сынау керек тақырыптарды өйткені ол сапта сыртта дайындау керек осы бір планде очень прям комфортно и ана жерде жалпы нойдың істеген затым бар очень күшті болып тұр қазір атмосфера ұрып тұр жаңағы ондай темалық жүзіп қылып тұр міне жалпы сол арқылы видеоларды жасап қалатын барынша качествоны мысалы бұрында мына жерде некачественно дегенде бұрында тек қана мына жерде лампамен тек қана бір лампамен свет қойып отыратын видео түсіргенде барынша жақсы түсіре тұрсам и мына осы атмосферамен барынша күшті салып вирусалды уақыттарға сырақ күштірек видео түсіре тұрсам демек қазір наверное видео сақтап тастайын обязательно содан кейін мсиден тут хотя бы үй жұмыс жасап көрейін посмотрим ары қарай тағы да ондай Ивана, но барынша осы заттар істеп жүрсің. Еще болып жатыр соны күн сайын сторис жасадым. Жалпы біршама зат жинап алып енді сылтыға дейін бір сылтыдан бұрын жасап тұрсам осы видеоны и салып жіберген. жалпы осылай көрініп тұр осымен бірге болса жалпы бәрі идеально көрініп тұр осылай енді жаңа осындай болды мен комнатым бұны бұрыннан бері қалып жүрген болыпты бұйырыпты енді қазір барлық заттар жасалатын өзінің өмірінің бірінші бөлігін 2023 мен мектепке келдім енді каптерка барып сабақты жалпы кешігіп барған едім ужасно ну ана енді мен қазір қосымша кіріп биология қосымша ент дайындалып осыдан кейін барынша квиздерді өтіп отырсам биология химия тарих содан кейін үйір үй жұмыстарда и пысық атсам бүгінгі күн очень дайындық бар жатыр Қадайын қалай достар, бүгін мен жалпы кеше мен жұмыс түсірген жоқпын видеоны влогты мен кеше түсіре алмай қалдым соған байланысты бүгін енді түсіретін 6-шы күн бірақ та соған байланысты 6-шы күн мен сатыда жасамаймын бірінші күн ауыстырдым биологияда и тарихта да пойди биология нормально но все-таки жақсырақ дайындалғым келеді и тарихта тоже сол үшін ауыстырдым сіздерге совет ешкісіне түсінбей жатсаңдар бүйтіп ауыстырып жібергенде ыңғайлы жалпы өзімнің телеграм каналымда жалпы мен бір эфир түсірген едім қайталап типа ол кандарды басқа қылып бір органиканы қайталап алдым қазір мен үй жұмысында жасаймын жалпы сол тек қана осы болмаса жалпы бір сағаттың ішінде талдадым 5 адам қатысты біреулері до конца өтті кейбіреулері до конца өтпеді бірақ та отқан адамдарға рахмет айтамын бір қыз до конца өтті соны точно білемін сұрақ қойып тырыстан қалса да так енді қазір мен үй жұмысында отырсам мен осыны видео түсіруді ұмытып кеттім бәрі қатысқан жандарға рахмет сәлем достар қайырлы күн мен жалғастыруды ұмытып кеттім в общем мен сол көп жазып тастаған жоқпын сағат қазір бізде 1:45 болып жатыр как раз 1:45-тің ішінде мен в общем план жазып жүрдім бүгін не істейтінім сосын жалпылама ертеңгі сатыларға дайындық жалпы ұмытып кеттім кешірім сұраймын сала жіберді осы жалғастырып кетуді тамынан бірақ та особо көп жасаған жоқпын қазір енді қырық жасап мсиден
үй жұмыс бітірдім, енді кітап оқуын өттім. Енді ғана емес, бана демалып қалған едім, где-то бір жарты сағатта 45 минуттей ма. Енді кітап оқуын өттім, содан кейін басқа сатыларға дайындалам. Ары қарай уақыт болып жатса, MC-дан конспект жазып. Достар, мен әрі база оқуды жалғастырдым. Сағат уже 7-ден 7:30 болды уже, сағат уже. Жалпы айтсам, дым үлгермей аттым деп ойлап, өйткені мен уже 7:30 болады. И 10-ға шейін уақыт бар, 10-ға шейін ұйықтап отырсам. И мынау биология мен тарихтың базасын оқытса, бекіту сұрақтарын жасамауы мүмкінмін. Биологиядан сол тарихтан обязательно бүгін көй жазып тастаймын. Жалпы бүгін күнім прям қатты бір продуктивті өткен жоқ, шыны керек. Бірақ та конспект жазып тастадым. Сол мен сол тұр MC-дан, бірақ та 2 видеосы ақылып қол, оны да жазып болады жалпы, но қазір емес деп жүрмін. Жалпы ертең мектепке бармай сабақ орындап тұрсам, по идее үлгеремін. Бірақ та мектепке бару керек, шыны керек. Сағат уже 8, мен енді ғана базаны оқып болдым тарихтан, енді көз орындап тұру керек. И одан кейін жалпы мен биология базаны оқуым керекпін. Кеттік. Сәлем қалдарың қалай достар, мен ұнатадым, и мен қазір сразу таңда тұралым. Мысыға талдау қарайын деп шештім. Біздің Дәурен апайдың жалпы нұсқалдауын алдыңғы марафон қайталатын. Қайтаралып дегенде мен кейбір жерлерді қарамаған едім, сұралардың ішінде қайталау сабақтарын сол бір қайталап шығатын. деп айтады. 11:50 грамм мысы, азық қышқылының екіншісінде толық еріткен дейді. Достар, мен неше нұсқалдауды бітірдім. Енді ана биологиясында дайындаған жатырмын. Осы база 2 база оқимын да, сосын тарихтың базасын айтып алмаймын. Оның орнына бекіту сабақтарын бастаймын. Базасын тоже қайталап солай. Мен 2-ші база оқи бастадым. Бұйырса 1-ші база бітіріп, енді 2-ші база келесіп. Достар, мен биологиядан база оқып бітірдім. Енді мен тамақ ішіп алып, демалып алдым. Жалпы по пути мен демалып жүрдім. Примерно 15 минут, 20 минутте 3 рет ұйықтап алдым. Мен ұйықтағаным солай. Типа 15 минут ұйықтап алдым да демалып алдым. Сонымен барынша телефон қарамай, YouTube қарамай, оның орнына демалып алып сөйтіп жүрген дұрыс деп ойладым. И шынымен де более энергия көбірек болды енді қазір. Егер күміс жұмыс істеуге барынша күш жұмсаймын. Биология қайталатын база оқыдым, СТ-ға по идее дайындалдым. Енді тарихтан, жоқ химиядан СТ-ға дайындалып, одан қыз жасап қарап, содан кейін бір база лекциялар қайталап шығарам, теорияларды көрсетемін. Содан кейін СТ-ға бекіту сабағына қатысамын, марафон жалғастырдым. И жалпы тарихтан СТ-ға дайындалу керек, қазір бекіту сабақтарын жасап, и ПС-ға дайындалу биологиядан, биологиядан ПС, и химиядан СТ-ға кіремін, содан кейін биология ПС-дан кейін. Бірақ та сол биология ПС-ға дайын болу үшін мен видео сабақ көремін. Именно биологиядан 4 видео сабақты сен нормально беттім қазір, тарихтан кейін 4 или же 5. В идеале, конечно, 5. Содан кейін MC-дан конспект жазсам, вообще тема болады. Ары қарай СТ-дан шығып, уже, наверное, химиядан видео сабақ қарап. В идеале. Достар, мен қазір бекіту сабағын бітірдім. Енді мен қазір СТ-ға кіремін. Тарихтан қазір уже 2 адамнан кейін бе, 1 адамнан кіруім керекпін. Сәттілік қойыңдар. Неше алғанымды көрсетемін. Фото көрсетемін ау. Или видео түсірсем. Влог қой. Қайсы? Так, достар, мен тапсырып болдым, оны шалып кеттім осы жолы. Жалпы нормально тапсырдым. Енді қазір жалпы мен бүгін жаңа ғана Отодан 2 пробаны сатып алған едім. 1212 теңгеге ме? Неше? Ұмытып қалдым. Осы жерде скрин тапсырармын. Жалпы Отодан сатып алу өте оңай екен. 602 теңгеге ақ бір пробаны күшті. Жалпы өзінің Отоном центрынан жасалған пробаны, поэтому қате енді. Енді қазір ойлап отырмын, қазір мен СТ дайындалу керекпін. Биологиядан, биология қазір тапсырамын, тарихтан тапсырып болғаннан кейін. Бұйырса енді оған енді мен тесттер өтетін приложение өзіміздің ананың ішіндегі сайттың ішінде. Так, мен тапсырып жатырмын ау, точно. И уже мен қазір осы тапсырып болғаннан кейін сразу кіремін. Сәлем достар, номенклатура. Достар, мен тапсырдым биологиядан мен
13,5 балл алдым. Менің ойымша ол нормально, хорошо тіпті. Мен тек екі сұраққа алдым, біреуіне 0,5 алдым, 13,5 балл алдым. В общем, суммарно бір сұрақ прям қоп кеттім. В общем, бізде жантақ бар, есепсіз екеуін тарлар ұзындығы 10 метр. И жантақ таптың есінде бар, екеуі бар екіншісінде екінші сұрақ таптым, сол үшін қоп кеттім. Үшінші сұрақта болмасын деген. Содан кейін получается сынақ қайта қалып беріп қоп қалып жаңағыдай. В общем, сияқтылардың санын азаюына байланысты қандай сұрыптау жеттік, иә? Сұрыптау эволюциямыз бәріне. Мен табиғи сұрыптау дедім, сол ана жерде ана жерде басқаша екен біліп тұрмын, бірақ табиғи сұрыптау екенін айта салдым. Мен қазір қайталау немесе СТ дайындық ретінде мен қазір алкадиндерге және алкендерге байланысты бәрін туралы осы А4 жазайын деп отырмын. Осы маркерлер арқылы, қайталау арқылы базаны қазір өзім жасаған жүзірікті өзім базадан қарап, оларға байланысты қызықты факторды және керек фактор жазғам. И қазір реакцияларды обязательно бір ретпен орналастырамын, чтобы жаттау үшін. Будущее керек болып қалады маған. Қайталағанда вообще тема болады ойланыңдар. Сіздерге де совет беремін. Сөйтіп жасасыңдар, жалпы миды жақсы алады. Өйткені қайталай берсеңдер, мида қалмаса, ол қалай қалмайды? СТ-да спокойно бала аласыздар. Достар, мен толықтай біттім, бірақ та мен үлгермей қалдым, кассетаға кірген едім, соған байланысты базаны бір оқып шықтым. Енді кассетаға кіремін, осы дәл қазір кірген едім. Енді сәл тіркелеп қойыңдар, уже кіріп жатырмын. Жарайды достар, мен енді толықтай бітірдім сатылардың бәрінде. Химия, биология, тарих, үшеуінде де МС-ді қоса бітіргенде мен толықтай бітіріп шықтым. Сонда қорытынды айтсақ, химияны осы жерде қыстырып кетемін бәрін. Биологияда мен сонда 13,5, тарихтан 13, МС-дан мен 11, 12, не помню, точно не помню. И МС, математика, химиядан сонша бітірдім. Енді осыны қорытындылай келе, мен осы видео арқылы өзімнің апталық рутинамды, бір сөзбен апталық қалай өткізетінін. Конечно, бұл мен аптам ең продуктивный күндер емес. Өйткені мен әрі осы аптаны бастаған жоқпын, енді бастайын деп жатырмын. Жалпы өте қызық, әрі мен жақсы дайындалдым химиядан. Примерно тімей алып қалмайын, енді сол айтқаннан кейін. Барынша күш салып жатырмын марафонға да, бәріне де күш салып жатырмын. Сіздер қарап отқандарына бір үлкен ризашылығым бар, өйткені сіздер қарау арқылы мен поддержка беріп отырсыңдар. Ал енді сіздер лайк пен подписка жасаңдар, вообще күшті өтеді. Жалпы төменде сілтеме бар, сілтеме арқылы сіз телеграм каналға кіріп марафон жалғастыра аласыз менімен бірге. Әрі көп нәрсе өткен жоқпыз біз. Жалпы органиканы уже басын әрі өтіп жатырық. Біз алда қарай уже органиканы оттекті қосылыстар өткенге шейін үлгеріп кете аласыз спокойно, поэтому саған сенеміз. Біз әрі бір айдан 45 күн дейма өтеміз. Қазір уже 12-ші күн болып жатыр ай. Если сен органикадан базам болсаң, сондай бәне болса, спокойно қиналмай кіріп кете аласың. Поэтому ойнама, сені күтемін. Жарайды достар, сау болыңдар.